Аш қарынға бал жесеңіз ағза қандай өзгеріске ұшырайтынын білесіз бе? 2 аптада нәтижесі білінетін болады. Балдың пайдалы екенін барлығымыз білеміз. Тіпті оның емдік қасиетін медицина мамандары да тілге тиек етеді. Арамызда айналасына балдың пайдасын дәріптеп жүргендер де өте көп. Алайда сан түрлі дертке шипа болатын балды өзіміз қолдана бермейді екенбіз. Негізінде балдың өзі емес, бал қосылған судың пайдасы орасан зор екен. Егер де сіз аш қарынға бал қосылған су ішетін болсаңыз, ағзадағы клетка мен ұлпаны микроэлементпен қамтамасыз ете аласыз. Суыққа қарсы күресуге күш береді, ағзаны қуаттандырады, артық майдан арылтады, жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады, холестерин деңгейін реттейді, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады, ағзаны шлактардан және де ішекті шлактардан, токсиндерден тазалайды. Сонымен қатар терінің, шаштың және тырнақтың саулығына жауап беретін болады. Егер де сізді осындай аурулар мазалап жүрген болса, бал қосылған су сізге ем болады. Ол ұйқысыздық, тыныс алу қиындаған жағдайда, тер аурулары, ас қорыту жолы мен ауыз қуысының аурулары, зат алмасу нашарласа, қан қысымы құбылатын болса, бауыр ауырса, жүйке шаршаса, онда күнде таңертең аш қарынға бал қосылған жылы су ішіңіз. Бұл әдісті медицина мамандары құптайды. Әсіресе таңғы асты кейінге қалдыратындарға, немесе таңғы асқа уақыт таптырмайтындарға, уақыт таба алмайтындарға міндетті түрде бал қосылған су ішуге кеңес береміз. Егер сіз бал қосылған су ішуді әдетке айналдыратын болсаңыз, онда саулығыңызды сақтайсыз. Күні бойы көңіліңіз көтеріңкі болады, әрі ағзаны қуаттандырып, өзіңізге сергектік сыйлайтын боласыз. Ем кезінде осындай қағидаларды ескеріңіз. Яғни балды көп мөлшерде қабылдауға болмайды. Айталық, ересек адамдарға күніне 130 грамм бал жеткілікті. Осы мөлшерді бөліп қабылдасаңыз тіпті керемет болмақ. Сонымен қатар бал қосылған су ішуді 2 аптадан асырмаңыз. Емделу мерзімі 2 апта. Сосын 10-15 күндей үзіліс жасап, емді қайтадан жалғастыруға болады. Бал қосылған су ішкеннен кейін шамамен 15 20, 25, 30 минуттан соң таңғы асқа отырыңыз. Таңғы ас ішу міндетті түрде болып табылады. Тамаққа тойып алған соң бұл суды ішуге болмайды. Демек таңғы, түскі және кешкі астан соң бал қосылған су ішуге кеңес береміз. Балды ішеміз, бірақ та ол қай кезде қауіпті болады, соған назар салайық. Бал қосылған су барлық уақытта да пайдалы емес. Емдік қасиетімен бағалы саналған балды тым ыстық, яғни 40-50 градуста қайнаған суға араластыруға болмайды. Бұл кезде адам ағзасына өте улы канцероген заты бөлінеді де, ағзаны аурудан айықтырудың орнына оны улай бастайды. Салдарынан сан түрлі аурудың қозуына себепші болады. Егер бал қосылған судың емдік қасиетін арттырғыңыз келетін болса, лимон, емдік шөптер, жидектен дайындалған морс, сүт араластырып көріңіз. Сонда ағзаны бір уақытта бірден емдейсіз. Дәруменмен қамтамасыз етесіз, шлактан тазалайсыз, әрі жасарасыз. Ендеше күнде таңертең аш қарынға бал қосылған су ішуді әдетке айналдырыңыз. Бүгінге айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.